Армысыздар, құрметті оқырмандар. Биылғы жыл қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық екендігі баршаңызға бесенеден белгілі. Ендеше сіздердің назарларыңызға адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп адамзатты бауырмалдылыққа, жақындыққа, бірлікке шақырған қазақтың хакім Абайының туындылары менен оның кітапханамызда бар көптеген кітаптарына бейне шолуды ұсынайын. Ең әуелі қазақтың көрнекті жазушысы Мұхтар Әуезовтің өзі телғара атағысы келген Абай жолы романынан бастайық. Абай жолы романында Абайдың сонау балалық шағынан бастап, оның өмірінің соңына дейінгі басынан өткерген барлық кезеңдері мен өлеңдерін қалай шығарғандығы, Көкбай досының атынан өлең шығарғандығы, өз алдына жеке үй болып отау құрғандығы, басына түскен қиын сәттері мен әкесі Құнанбайдың қасында еріп жүріп ел ісіне белсене араласқандығы жайлы кеңінен баяндалады. Сонымен қатар Абайдың Пушкиннен, Лермонтовтан аударған аудармалары менен оның өзіміз мектеп жасында жаттап өскен Шырылдауық шегіртке сынды мысал өлеңдері адамға ой салады. Және де Абайдың қазақ ән қоржынына сазгерлік қасиетімен салып кеткен көзімнің қарасы, желсіз түнде жарғай, қараңғы түнде тау қалғып сияқты көптеген әндерінің мәтіндері жинақталған Абай әуендері атты кітабы және бар. Абайдың жан-жақты тақырыпта жазылған, жылдың 4 мезгіліне арналған және лирикалық, патриоттық өлеңдері жинақталған, оның таңдамалы туындылары топтастырылған көптеген кітаптары бар. Сол өлеңдерінен бір өлеңнен үзінді оқып берейін. Абайдың 8 аяқ өлеңі. 8 аяқ аталуының себебі өлең әрбір 8-ші жолдан қайырылып бітіп отырады. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған, толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас, білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра ала алмас. Қиналма бекер, тіл мен жақ, көңілсіз құлақ, ой қолақ. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкішіл кердең наданның, көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Бойда қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде, жігерлен сілкін, қайраттан беркін деп насихат бергенде, ұятсыз арсыз салтынан қалғып кетер артынан. Әрине, қазақтың хакім Абайының туынды шығармаларын айтып тауыспаспыз. Ғалымдарымыздың өзі оның шығармаларын әрбір оқыған сайын жаңа бір қырынан ашылатындығын айқындайды. Әлемдік деңгейде есімі Гете, Пушкин, Шекспирлермен қатар тұрған Абайдың мол мұрасы бүкіл адамзаттың рухани қазынасы. Артында мұрасын насихаттайтын ұрпағы бар да, Абайдың шығармалары ешқашан өлмейді, жасай береді. Сіздер де Абайдың шығармаларымен оқып танысып, Абай әлеміне терең үңілемін десеңіздер, кітаптарын алып оқыңыздар. Абайдың 175 жылдығы құтты болсын. Назарларыңызға рахмет.